Мен Сатыбалды Асыл, Алматы облысы Іле ауданы Боралдай кенті нөмір 54-ші орта мектебінің 10-шы сынып оқушысымын. Бүгін сізге таныстыратын жобам нағыз қоғамды өзгертетін жылы білім. Жылы білім біздің мектебімізде 2024 жылдың 17 қаңтарында құрылды. Бұл үлкен, масштабы зор бірінші жоба болды. Біздің мақсат әр жобада негізі мақсат мен жетістіктері, міндеттемелері әртүрлі. Бірақ біздің ортақ мақсатымыз ол қоғам игілігі үшін жұмыс жасап, ешқандай пайда көзін ойламау. Мәселен, балаларға тегін білім беру. Ол ағылшын, экология негіздері және тағы да басқалары. Сонымен қатар ерікті оқушылардың санын арттыру, волонтерларға мотивация беру. Біздің жобалармен таныс болсаңыздар, Easy English, оңай ағылшын. Ағылшын тілін жетік меңгерген бір ерікті оқушы, сонымен қатар ментор, жетекшілік ететін жобада оқушылар мен мұғалімдер тегін, эффективті оңай ағылшын курстарын ала алады. 21 ғасырдың басты проблемасы ол экология. Осы экология мәселесі үшін құрған жобамыз. Бұл клуб аясында балаларға экология негіздерін үйретеді, яғни экомәдениетті үйретеміз. Экомәдениетті қалыптастыру біздің жарқын болашағымыз. Оқырман кітап клубы. Бұл клубқа кітапқа қызығушылығы бар әрбір оқушы қатыса алады, яғни бұл жерде көбінесе кітап талқылар өтеді. Ал жылы жүрек, бұл клуб аясында біз оқушыларға, адамдарға, кез келген адамдарға тегін психологиялық көмек көрсетеміз. Яғни біздің психолог мамандар осы клубпен айналысады. Біздің рухани, тұлғалық даму жолына арналған екі клубымыз Батыр боламын және Батыр жамал. Батыр боламын бұл нағыз қазақы оқушыларды, еркектерімізді, ұл балаларымызға арналған жоба. Оларға тұлғалық даму жолын үйретеміз. Сонымен қатар білім, бұқаралық спорт кемелерінде ұмытпаймыз. Ал Батыр жамал бұл клуб аясында қыздармен тек қана осы Girls Club дейді ғой, тек қыздар арналған клуб. Сонымен қатар бұл жерде қазіргі таңның басты проблемасы қыздар құқығында қорғаймыз. Статистика сөйлейтін заман, біздің әрбір жоба 80%-ға үздік. Неге? Себебі Center for Social Investigation, Оксфорд студенттері әлеуметтік, экологиялық және де осы бұқаралық спорт волонтерлік жобаларға опрос жасаған, research. Сол кезде 80% осындай жобалар үздік болып келген екен. Біздің бір жылдағы нәтижеміз ол 1200-ден астам оқушы бұқаралық спорт басым алып отыр. Сонымен қатар тегін білім курстарымыз, әлеуметтік мәдени іс-шараларға қатысқан оқушылар саны. Мәселен, оқырман кітап клубы ұйымдастырумен өткен кітап оқу лидері байқауы. Бұл жерде кіші және жоғары сынып оқушылары кітап талқы өздеріне керек материалдарды осы жарыстан алды. Біз әрбір жобада осылай марапаттап отырамыз. Мәселен, 8 сәуір күні өткен үздік сынып байқауында 5-ші Б сынып ұтып алды. Оларға біз сыйлық ретінде киноға билет тараттық. Сонымен қатар эко бастама ретінде тек қағаздарға, макулатураға арналған жәшік орнаттық. Ол жәшіктен алған барлық қоқыстарды, яғни қағаздарды қайта өңдеуге өткіземіз. Бұл жерде экотренинг және де психологиялық тренингтер, ата-анамен жиналыстар өткізген болатынбыз. Және де бұл жерде бұқаралық спортта жетістіктеріміз бар. Айта кеткен жөн, біз 2024 жылдан бастап біз 3 рет әкімдікпен, Аманат партиясының адамдарымен, яғни депутатымен кездестік, және олардың айтуы бойынша біздің жоба жылы білім, жарқын болашаққа бір қадам. Неге біз басты сұрақ? Біздің жоба ресми түрде non-profit organization қатарына кіреді. Яғни қазақ тіліне аударғанда ешқандай пайда көзін ойламайтын осындай әлеуметтік жобалар. Және бұл жобаның басты мақсаты әрбір қазақ оқушыларымыздың сауаты ашық болғаны, көкірегі ояу, білімді ұрпақты қалыптастыру. Екіншіден, әлем бір орында қалып қалмайды. Бұл жоба тек бастама. Біз әрбір сатыдан өте келе, біз жарқын болашаққа өзіміздің бір ықпалымызды, лебімізді тигіміз келеді. Бұл жерде тағы да кездесулеріміз, өте көп кездесулер, өте көп байқаулар өтіп отырады. Егер де біздің жобаға қызықсаңыз, осы екі QR код арқылы біздің әлеуметтік желідегі барлық материалдармен біз не істедік, не істегелі жатырмыз, осымен барлығымен таныстыра аласыздар. Сіздермен болған мен Сатыбалды Асыл, бұл жылы білім.